Ассаляму алейкум. Бүгін біз кофе тортын дайындаймыз. Алдымен барлық құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ол 260 грамм ұн, 200 грамм қант, 10 грамм пісір ұнтағы, 10 грамм ұнтақталған кофе. Барлығын венчикпен араластырыңыз. Содан кейін 2 жұмыртқа, 50 мл өсімдік майы және 150 мл сүт қосыңыз. Тағы да бәрін жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық сода саламыз. Оны сірке суымен өтеп шығыңыз. Ақырында қатты қайнаған суды құямыз. Енді бәрін тез араластырыңыз. Қамыр дайын. Табаны орташа отқа қыздырыңыз және 2 кішкене ожау қамырдан құйыңыз. Құймақ сияқты бүкіл табаға жаямыз. Қақпақты жауып, орташа отта 1,5 минут ұстаңыз. Корж көтеріліп, бұрпақ болуы керек. Екінші жағына аударып, тағы жарты минут ұстаймыз. Осылайша коржтар тез дайындалады. Шеттерін түзелетіп кесеміз. Осы қалдықтардан себу үшін үгінділер жасаймыз. Нәтижесінде 8 корж шығу керек. Кремді дайындаймыз. Ол тек 2 ингредиенттен тұрады. Сізге жақсы сүзбе ірімшігі қажет болады. Бұл торт үшін сізге 350 немесе 400 грамм салмақ салу керек. Екінші ингредиент қоюландырылған сүт. Барлық банканы 370 мл қойыңыз. Және венчикпен немесе миксермен араластырыңыз. Нәтижесінде осындай бір текті кремді алуымыз керек. Әдеттегідей тортты жинаймыз. Барлық корждарды креммен майлаңыз. Бисквиттің өзі өте нәзік, сондықтан оларды бұзбауға тырысыңыз. Сондай-ақ креммен шеттерін жақсылап майлаңыз. Жоғарғы қабатқа мен қайнатылған, қоюландырылған сүт қолдандым. Сіз осылай істегіңіз келмесе, жай ғана креммен майлаңыз және бүкіл тортты ұсақталған бисквит үгіндісімен себіңіз. Мұндай тортты ұзақ уақыт жібітудің қажеті жоқ. Тоңазытқышта бірнеше сағат жеткілікті болады. Оның қалай оңай кесілетінін қараңыз, тіпті май сияқты. Торт жұмсақ және кеуекті болып шықты, ал крем бәрін жақсы сіңірді. Кофе дәмі сүзбе креммен тамаша үйлеседі. Егер сізге шоколад дәмі көбірек ұнаса, онда ұнтақталған кофені какаоға ауыстырыңыз. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.